Мұхтар ағамызбен бірге бірінші танысқаным, мен 3-ші курсты бітіріп жүрген кезде анам ауырып, соны көрсетуге мені Мұхтар ағамызды іздеп бардым. Онда баяғыда госпиталь болған, сол госпитальда кафедрада ассистент болып істейтін. Ағамызбен сөйлесіп, танысып, содан кейін мамамды көріп айтты, бауырына өкпесіне эхинококі бар, соны операция жасау керек, қалай қарайсың деді. Мен айтам, жақсы, сіз өзіңіз жасасаңыз, мен онда мамамды сізге сенемін дедім, жасаймын деді. Сөйтіп ағамызбен танысып, 2-3 күннен кейін операция жасап, одан кейін бір аптадан кейін жақсы болып шығып, ауылға жібердім. Сол кезден бастап Мұхтар ағамызбенен араластық. Мен институт бітірдім. Институт бітіріп келгеннен кейін сол институт хирургияға барып жұмысқа орналастым. Содан кейін ол кезде бірінші Сызғанов директор болды, одан кейін Ткаченко болды, кейін Мұқан келді. Мұқанмен 40 жылдай бірге істестік. Ағамыз мені жұмысқа алғаннан кейін екеуміз не қыламыз, мен емдеу жағын маған береді, соны бәрін өзің қарайсың, не қыласың деп. Ағамыз деген бұлай көп сөйлемейтін, әр уақытта ерте келіп ауруларды қарайды, бірінші ауруларды қарайды, операция жасаған ауруларын қарайды, оны кейін оның өздерімен сөйлеседі. Сол кезде бірге істеп, көп жыл бірге. Енді әрине, ағамыз сол ассистент болып жүрген кезінде күнде дежурить етеді. Мен айтам, аға, сіз демалмайсыз ба? Не оласыз десем, жоқ, мен хирургияны үйренуім керек, қолды үйретуім керек. Осы көп аурулармен қарасам, ауруларды ғана жәрдем берсем, сонда ғана мен жақсы хирург боламын деп не қылған. Содан кейін хирургияда мен келгеннен кейін бірге істестік. Мені шақырып айтты, осы жерге келіп бірге істейік деп. Жарайды. Мен сол келіп ағамыздың қолында хирургияда зам директоры болып орналастым. Емдеу жағынан ағамыз, біз екеуміз еш уақытта ағамда көп сөйлемейді, мен де көп сөйлемеймін. Айтты, мұна жағының бәрін сен қарайсың, сердечный хирургия, реанимация, соны саған беремін, соны сен қарайсың, басқасын мен өзім не қыламыз деп. Ағамыздан көп нәрсе үйрендік, көп оқушылары бар. Бәрі қазіргі деген хирургияның ең шыңына жеткен оқушылары бар. Ағам хирургияның шыңына өз еңбегімен, өз ақылымен, өз қолымен, өзінің білімділігімен қайда барса, обязательно қай шетелге барғанда да, 1-2 рет шетелде болдық. Сол хирургтардың қалай операцияның бар қимылдарын бәрін көреді. Әр уақытта сол хирургия десе ұйықтамайды. Күнде дежурить етеді, мен айтамын, жетпеймін енді, не қылмайсыз, жоқ, мен үйренуім керек, әлі жеткен жоқпыз деп. Қандай жаңалықтар шығады, шетелге барса, сол Москваға барса, барлық сол хирургияны барып, сол жаңалықтарын көріп, қандай нелерді сонымен Қазақстанға енгізсем екен, соны жақсылап жүрген екен, біздің жігіттерді жоғары тәрбиелі, жоғары дәрежелі хирургтар болса екен деп, мен соны армандаймын дейді. Ағамыз екеуміз көп жыл бірге істестік. Әр уақытта не қанда, осы емдеу жағын Қазақстан бойынша барлық хирургтардың, енді мен айтқым келеді, хирургияның шыңына жеткен Қазақстандағы только Мұхтар ағамыз. Шыңына жетіп, әр уақытта қайда барса да, қанша біз бірге кімнің Ельцинге жасаған Акчурин дейтін академик хирург сердечный, солмен бірге болдық, оны шақырып, олар бізге операциялар үйреткізді. Қарлық жерде жақсылықтарды, барлық жақсы нелерін бәрін сол енгізді институтқа. Енді әрине, мысалы, қай жерде істесе де,
біздің хирургия Мұқан не ғой? Мұқан біздің хирургия Орта Азияда бұлай сымда бірінші орында тұрды. Оны басырға мен Мұхтар ағам. Әр уақытта, қай уақытта болсын, түнде қайықта шақырсаңыз келе береді операцияға. Ешқандай анауын қарамайды. Соны келіп операция қарап, өкін жасаған екен ертеңіне келіп оны ауруларды қарайды. Жас хирургтармен кездеседі. Оны қалай емдеуін, не қылғанын, барлық нелердің алға көптеген жаңалықтардың, көптеген нелердің барлық методикаларын бәрін кіргізеді. Мысалы, Новосибирскіден академик Мишалкин дейтін лауреат, Ленин сыйлығының лауреаты, ол кісі келіп біздерге операция жасады. Ол сердечный хирургиядан содан да барып қатысады. Мен үйренуім керек, көруім керек. Ол ешқандай несінен не қылмайды, қайтпайды. Оны үйренуім керек, осыны Қазақстанға қанша дегенін үйреніп, біздің хирургияларымыз алға шығу керек деп. Одан кейін біз Ташкентке бардық. Ташкентте хирургияға Вахидов дейтін академик. Сол барып, Мұхтар деді, сен осы біздің центрге келіп, істеп бір 2-3 күн мұна біздің жігіттерге үйретші, осыларды қалай операция жасау керек деп. Кейін 2-3 күн болып бәрін көрсетіп, кейін Вахидовтың баласы хирург еді, доктор наук, соны бізге қосып жіберді. Мұхтар Әліш, осыны сізден біраз өтсін, үйретсін, көріңіз деп. Бірінші лапароскопия Қазақстанда біздің хирургияда Мұхтар Әліш бастаған. Сонысы өзбектер соны көріп, сол баласын жіберіп, сол үйреттік сонда. Сонда звондап айтады, рахмет сіздерден, біз үйренуіміз керек Қазақстаннан. Мұхтарының деп сондай жақсы қарсы алып, жақсы не қылған. Көптеген шетелден келген хирургтар көп келді бізге. Біз хирургияда Ақшөрін дейтін академик, кейін Ельцинге жасаған жүрегін операцияған Дебеки дейтін хирург, олар да келді. Сол кісілермен бірге араласып, сол кісілердің хирургияларының бәрін түбіне дейін, барлығын соны көріп, соны қалай енгізу керек деп. Әрине, ол кезде бізде біраз қиыншылықтар болды, ондай нелер, аппараттар болмады. Бірақ барлығын қайда болса да, сол аппараттарын жейіп, соны не қылып, қайқос Қазақстанның несін, хирургиясын жаңартам деп, барлығы еңбегін, барлығы несін жейіп, барлық хирургтарды жейіп, оларды оқытып, барлық еңбектері бар. Ағамыз енді ол кісі таңертең ерте келеді, жұмысқа сол екен обход жасайды, реанимацияға барады, ауруларын көреді. Операция, 2-3 операция күніне жасайды. Ешқандай демалу жоқ. Барлық осы жақсы хирургияның бәрін жақсылығын несін биігіне жетті. Барлық осы біздің институттың, барлық Қазақстандағы хирургияның көтерген Мұхтар ұлы. Ағамыз артық сөйлемейтін, әр уақытта осы сабырлы, оқушылардың қатты ұстайтын. Ешқандай сол үйрету керек, бәрін үйретеді. Ешқандай не қылып, барлықтарын көптеген мамандықтар дайындады. Біздің өзімізде Мұқанның өзінің учениктері 100-ден асқан доктор наук кандидаттарын дайындады. Олардың қазір оқушылары барлық біздің қазір хирургияны қазіргі көтеріп жатқан ученигі Болат Баймединович Баймаханов. Сол кісінің жолын ағамның барлық оқушылары әлде де осы біздің хирургия институты төбеден биіктен көре береміз. Ол кісінің барлығы соның еңбегін ары қарай жандары батқан осы оқушылары. Мен айтам, Болаттай қазір хирургтар аз, көптеген барлық мамандықтар дайындап, барлық мамандықтардың бәрі жақсы, барлық республиканың бұрыш түкпірінде істеп жатқан хирургтар Мұқанның көп учениктері бар. Олар деген сол елімізге деген, халқымызға деген еңбегін Мұқанның ученик деп биікке, хирургияны биікке көтеріп жатыр. Әрине,
ол хирургия әр уақытта өзгере береді. Қазір баяғы емес, қазіргі заманда жақсы хирургиялар ашылды, жақсы орталық центрлер ашылды. Әр облыстарда хирургияны, жүрек хирургиялары, өкпе, бауыр хирургиялары барлығы. Әрине, Мұқан барлық хирургияның бастамасы біздің институттан сол кісінің арқасымен, сол кісінің еңбегімен ғана біз барлығы елге, жұртқа, дүниежүзіне көтерілген Мұқанның еңбегі. Әрине, Мұқан еш уақытта біз көтереміз, қуанамыз ағамыздың жақсылығын көрдік, жақсы оқуын. Ол кісі еш уақытта бұлай не қылып ұрсу не жоқ. Бірақ хирургия деген кезде ол қатты ұстайды. Ешқандай не қылып, бал ұрысқанда не қылған кезде ол енді осылар үйренсе екен, жас мамандар, жас нелер деп, солардан не қылып қатаң алып, оларды үйретіп, мүмкін еш уақытта күндіз түні десе, түнде звондасаң да келе береді. Не қылсаң, метемсіз дем алмайсыз. Жоқ, мен келуім керек, мен өзім көруім керек, соны қолымды үйретуім керек деп. Сол әр уақытта жұмысты халыққа деген көп еңбегі бар. Әр облыстарға баратынбыз, бригада болып. Көбінесе мына Шымкент облысына келдік. Жас балдарды барлығын операциялайды, барлық нелерді областной больницаларды барып қарайды, обход жасайды. Сонда хирургтарын тексереді, қалай істеп жатырсың, соны бәрін үйретеді. Барлық өзінің еңбегін, өзінің өткен тәжірибелерін бәрін осы оқушыларына не қылып, қазіргі кезде Қазақстандағы біздің хирургияның ең жоғарғы мамандары осы хирургияда Мұқанның арқасында өскендері. Қазір әрине хирургия қазір өте биік неге салаға жетті. Қазір барлық облыстарда жүректің операция, бауырдың, бүйректің бәрін жасай береді. Бірақ алғашқы барлық бастаған менің Мұхтар ағам, барлық біз еш уақытта ол кісінің жақсылығын ұмытпаймыз. Ол кісі деген артық сөйлемейді, көп сөйлемейді, бірақ тәртіпті сақтайды. Онда хирургия десе өмір ұйықтамайды ғой, барлық қайда жиналысқа болса да, қайда болса да, неге конференцияларға барады, сояқтарда доклад жасайды. Барлық мемлекеттің барған сайын сол хирургияны барып көріп, солардың бір алғашқы тәжірибелерін, жасаған жаңа операцияларын үйренуге тырысады. Ағамызды осы уақытқа дейін сағынамыз, адамгершілігін, ол кісі деген адамға деген илтипаты, мына жастар әсіресе ауылдан келген балалардың бәрін хирургияға үйретеді. Ешқандай не жоқ, секреті жоқ, бәрін сол үйретіп, халыққа деген жақсылығын, имандылығын, бәрін сол балдар сендер үйренсеңдер екен деген еңбекпенен көп жыл еңбек етті. Еңбегі жаны батыр, оқушылары қазір бәрі көтеп, қай жерде болсаң, Мұхтар Әліштің учениктері барлығы біледі ол кісінің мінезін, жақсылығын, барлық. Мен айтамыз, ол ағамызды жатқан жері тоқылы болса, оқушылары, әлде де көп оқушылары не алады, барлығы атсалысы болса, ағамыздың хирургиясының еш уақытта біз ұмытпаймыз, жақсылығын. Осы оқушылар сол кісінің жолын беріп, сол хирургияның барлығын көтере беріп, әр уақытта жақсылық, жақсы хирург болып, бәрі Мұхтар Әліштей хирург болсын деп есептейміз.